Балалар ауруханасына шағым бар, тіркеңіздерші, дұрыс қарамаған деген. Температурасы бар ма, жоқ па? Температура 37,3, 37,4 из-за того, что ребенок... Өзіңіз не қылмайсыз ба? Жіберіңіз. Мен бір врачты көрген жоқпын. Сағат 3-те келдім. Не мақсат? Бізде невропатолог жоқ, тек қана сонымен тыныш отырып. Жалғыз невропатолог бар ма, Кентауда? Детский поликлиник. Постановлениен кім ілді деймін, камераға түсіруге болмайды деп, кім тыйым салып тұр? Нан көзімше жылыңызшы дедім, ой өтіп кеткем. Қай жақта бар тағы да? Бәрін жұлып тастаңыздар, жарай ма? Қайырлы кеш, Жанбол Шекербекұлы Рахматулла, бейне және аудио жазылым жүруде. Таныстырыңыз өзіңіз, кезекші. Полиция кезекші Тастемірова. Тастеміров дейсіз ба? Так, мына жақта балалар ауруханасына шағым бар, тіркеңіздерші, дұрыс қарамаған деген. Сосын мына жақтың учаскесі ма, патрулін ба? Я, іште. Мен қазір мына жаққа прокурорды алып келдім өзім. Сендер де жөріңдерші өздерің жақтан. Телефон кімдігі? Со, әкесінікі ғой, кішкентай қыздың көпенің. Жақсы, осы жақтамыз біз. Я. Жақсы. Осынан бәрі бронхолды пневмония дейді. Пневмония оған кейін енді укол салғанмен бірден ол жақсылмайды. Ка байланысқа шығамыз. Сөйлесін, анасы жатыр қасында. Дұрыс па? Анасы жатыр, біз білмейді екенбіз. Біз білмейді екенбіз. Ескертіп қойын, бейнелі және аудио жазылым жүруде. Жанбол Рахматулла. Нан қарсы? Нан күші жойылған нан. Прокурор көмекшісі. Күші жойылған наным. Кеңші жерде, кім басы? Кезекші. Естіңіздер ғой, бейне және аудио жазылым жүруде. Жанбол Шекербекұлы Рахматулла. Мына постановление күшін жойған білесіздер ғой, я? Кән врач. Кім дәрігер? Жұмыс істеп жатсыз ба? Мына постановлениен кім ілді? Постановлениен кім ілді деймін, камераға түсіруге болмайды деп, кім тыйым салып тұр? Негізі болмайды емес, ол өз күшін жойды. Тоқаевтың бұйрығы былтыр мартта қойылғаны. Ол өз күшін жойды. Алып тастаңыздар. Нау емес, дұрыстап сөйлеңіз. Болады бәрі. Бейне және аудио жазылым жүруде. Жанбол Рахматулла. Оны мен қоя алмаймын, себебі түндегі врач шақырыңыздар маған, түндегі врачты. Түніменен тынышталмаған бала, оны шыңғыртып қойып жаңа видеосын көрсеттім. Бәрін тұратын нәрсесін тығып бәрін болып жатыр. Сондай болған екен. Баланың диагнозы білет, қалай туылғанын, басында субоп гипертензиясы барын білет. Білгеннен кейін азанда сағат 9-ға неге вызов бермейді. Мен невропатологтарға өзім звондап сөйлестім, Бадноға да басқаға да. Олар біз бара алмаймыз, олар бізге вызов беру керек деді. Визовты неге жасамаған? Бізде невропатолог жоқ, тек қана сонымен тыныш отырып. Жоқ. Кім бұл кісі? Бұлар енді қазір бәрін өздері дұрыстап қойды. Сағат 4-тің кезінде маған рұқсат бер дедім. Мен анализ алмайсың ба? Инфекция бар шығар бұл бала дедім. Мына жеріне рұқсат бер дедім. Мына жеріндегісі қызартып. Не үшін қызарады ол дедім. Инфекция түскен, значит, мен айғай салдым. Содан кейін барып мына жерде рұқсат бер дедім. Мен бердім. УЗИге уже кеш түстен кейін звондадым мен. Звондасам, УЗИ бүгін үйде жоқпыз деді. Мен өзім аптекада істеймін, Шерзі Азизовтың есінде. Звондап білдім. Сөйтіп, КТ түсірейін ба десем, мейлі түсіре беріңіз деді. КТ түсірдік. Атек па, бір не бар деді. Әлде бар, оны бәрін біз қазір бүйт жауып қойып отыр. Шындап келгенде, невропатолог шақырмаған, бұл баланың диагнозын біледі. Бұл бала 1 грамм ауыз жабылып, ем атқан жоқ, ішіп атқан жоқ, тынышталып бір ұйықтап атқан жоқ. Тынышталдыратын дәрі беріп жатыр екен мен келген кезде. Қазір ұйықтап қалады әпше деп сөйледі. Онымен ұйықтаған жоқ. Ол уже әсер етпейді балаға. Өз 2 айлық бала ол. Қараңыз, өз 2 айлық бала. Айтып тұрсыз, дұрыс, мына жерде пневмония. Спокойно, қалай отырсыздар. Қандай жүргінің врачы бар. Дұрыс па? Бәрін істелініп отыр. Уколдарын бәрін алып отыр. Атап беріңізші бізге, қандай дәрілер? Мен маған салғатқан уколдарын бердім. Ананы мен түсірсем, мен рұқсатымсыз түсірдім деді. Жаңа анализдерін. Түсіріп алдыңыз ба? Енді соның бәрін алып отыр. Протокол бойынша істелініп отыр.
қазір балада пневмония 2 айлық бала. Бағана айтқандай мелкий бронхтардың барлығы бронхиалиттен тозып тұр. Ол бала дұрыс жаңағындай кислород жетпегеннен кейін сәл мазасыздан жылайды. Сізге айтып Сәл емес, ол бала 1 грамм тынып тапқан жоқ. Маған айтты. 2 айлық бала. Бағана ұйықтап қойғанда келді врач деді. Тыңдап алайық пікірін. 2 айлық бала. Оларда сәл ауырлау өтеді. Оны бір келі, 1-2 укол салғаннан жазылып кетеді деп сізге ешкім айтпайды. Оған комплексный ем керек. Онысын алып жатыр. Кішкене Қандай уақыт емдер керек. жасаватсыздар, айтыңызшы. Бізге көрсетіңізші тізімді, қандай ем-дом жасап жатқандарыңызды. мына не өкпе суықтаған соң балада гепатитис энцефалопатия дейді. Мына ауа жақсы жетпеген соң воспаление болған соң. Жоқ, дұрыс енді. Балада сонда пневмония екен. Неге сіздер бір ауыз кеше рентгенге түсірдік? Біз уже мен бұл жерде не қылмаймын. Сіздердің жасап жатқан. Түндегі жасап жатыр жаңа несін көрсеттім. Түндегі врачтың тығылаттан шағысын бәрін. Ол бала деген қиналып жатыр. Ана бала 1 грамм тынып алып Тақырыпты отсасывать ету керек қой. Ал енді ол спокойно азында қалай кетті? Невропатология, баланың диагнозы болған. Неге жан-жақтан врач шақырмады? Бір сутки істейді. Ол шақырды. Біз келіп көрдік, түнде келіп көрдік. Мен де таңертең келіп көрдім. Одан кейін сменге келген адамдар ғой. Сіздің балаңызды қараусыз ешкім намысына тимеңіз олай. Мен намысына тиіп жатқан жоқ. Сөздермен олай тиіспеңіз, некрасиво, красиво. Сіз кімсіз? Мен заведующий детским отделением. Мен Жамбыл Шекербекұлы Рахматуллам. Олай адамның сөзбен жүрегіне тиісудің қажеті жоқ. Жас қызды бірінші баласымен. Мен сізге тез жетіңіз дедім. Мен демалысқа шығып кеткем деп тұрсыз. Доктор, сіздер адамды ант берген адамсыздар. Ауырып жатыр ма? 2 айлық бала ауырып жатыр ма? Сіз спокойно бір жаққа кете алатын адам емессіз. Сіз жіберуіңіз керек. Өзіңіз не қыламайсыз ба? Жіберіңіз. Мен бір врачты көрген жоқпын. Сағат 3-те келдім. Не мақсат? 3-те келдім. Айтып жатырмын. Кән шақыр дедім. Шақыр врачтарды. Таңертең келді педиатр. Келгенде таңертең бала тынышталып, түніменен қиналған баланы тынышталдырған. Мен де келіп көрдім. Өйтіп айтпасаңыздар. Сіз қазір енді қандай ем-дом жасап жатқандарыңызды көрсете аласыз ба, тізімін көрсете алмайсыз ба? Айтып бере аламыз. Балада пневмония болғаннан кейін протокол бойынша. Қашан анықталды пневмония? Пневмония түскен кезде. Салып жатқан бәрін Қаншасына түсіндім. 22-сіне түсті ма? Бала Бәрін көрсетілді. 22-сіне рентгенологический түсіп. Бағана енді мына қолындағысы қызарып кетті дейді. Ол катетер тұрады, дұрыс. Катетер тұрады. Катетер деген жауып тұру керек. Ол катетердің айналасын медсестралар не үшін отыр ол жерде? Не үшін ол қызарып жатыр ма, қызармай түнде врач не Қызармаған. бағана өз аузыммен айттым ғой маған қызарып тұр дедім. Қызармаған. Мен аяғына тестірмейін дедім. Сол кезде Мен қызарып анализ тұр дедім. полный алуым керек болды. Полный қайталауым керек Ол болды. жерде Алам бір адамдар. сағат не алып жатқандарын түсінбейді. Шықпай жатыр дейді, қан шықпай жатыр. 2 айлық баладан қайта анализ ала берсе қай жақтан қан шығады, ембесе ішпесе ол бала. Ашатса кешке. Қазір бүйтіп ше, айтылай берген не болады қазір көрінеді. Сіз бізге ем-домды көрсете аласыз ба, тізімін? Денсаулық департаментіне де шығамын деген. Денсаулық департаментінде қайнапам бар Қызылордада. Мен Түркістандікінде шақырып аламын, шығамын деп кіргенде мен айтып келдім. Шақыр дедім. Бәрін шақыр дедім. Істеп жатқан. Кәдімгі не беріп жатсыңдар, не салып жатсыңдар? Ол бала беспокойно етіп кеткеннен кейін бұда инфекция бар. Сіз Не бар? Шақыруларыңыз керек. білетін адамды шақырдыңыз, жаңа департаментте адамыңыз бар деп отырсыз ғой. Иә, өзім қайнапам бар. Жаңа біреулер сізге звондап УИ-ға қан алсын деп айтып жатыр, иә? Бір жақтан сұрап жатсыз ғой. Сол докторларды осыдан алып келсеңізші. Қан алсын деп жатқан ол емес, бұл кісі маған қан аламын деді. Мен айттым, инфекция бар ма, сіздер көрдіңіздер ма дедім. Бұл кісі бәрі жақсы деді. Мен жақсы баланы көрген жоқпын. Деп тұрған баланы. Медик емеспін, бірақ мен медиктардың ішінде болып жүрген адаммын. Сол именно түсінетін адамды алып келсеңізші, біз айтып түсіндірейік. Қазір мына жерде просто сіз айтып енді сіз айтып түсіндіріңізші, кәне. Салып жатқан укол ем-домдарыңызды бәрін көрсетсеңіздерші енді, кәне. Түскен күннен бастап қандай Түскеннен бастап бұл жерде Түскен ең күннен бұл бала бастысы еміп келген бала, или өз қолымен бутылкамен суына дейін еміп тұрған бала ембейді қалған. Қай кезден бастап денсаулығы нашарлай бастады? Кешелі бері келін. Жоқ, қазір дәрігерлердің пікірін естейік. Жауап беріңіздер өздеріңіз. Мынандай Үстінен түскен бері қарай. өкпесі қазір пневмония болған соң балада маған басынан кислород жақсы жетпейді. Соның есебінен бала гипоксический энцефалопатия дейді. Бала беймаз болады. Оны түскелі апасына айтып түсіндіріп жатырмыз. Енді маған Ол қараңыз. с нарастающим оны болады. Басқа кислород жетіспейді, дұрыс. Соған не беріп жатсыз енді? Успокоительный саламыз. Оны успокоительный салып, Успокоительный без конца сала беруге де болмайды, білесіз ба? Без күннен артық салуға болмайды. болмайды, түсінесіз ба? Ол шаңқырып жылап, оны түнімен айқайлап жүруге болмайды баланы. Баланы успокоить етеміз. Балаға салып жатырмыз. Антибиотикін алып жатыр өкпесіне. Не алып жатыр? Гормон алып жатыр, цефтраксон деген антибиотикін алып жатыр. Дексаметазон именно өкпесіне, мына дамыл тұрымы, соны алып жатыр.
одан кейін пульмикорд деген не бар, гормональный инфекция, ингаляция істейді, оны алып жатыр. Ол пока уақыт керек қой, бір күн, 2 күнде сразу нормально болады. 5 күннен бері келгенде нормальный болып келген бала қайта наоборот теріс кетіп қалды Ол ғой. балаға бір лечение берсіз, оны 10 түрлі шығады. Иммунитетіне байланысты. Бұл өзі 35 аптада толған, түсінесіз ба? 35 аптада полный анада жетілу керек ол. Біз ғой соның бәрін сіздер біліп тұрсыздар. Ол бері ғана келген басында сол бойынша істеліп жатыр. оны апарып, ол ары қарай асқына алып кетіп қалғанша жүресіздер. енді дәл қазір жағдайы қандай? Дәл қазір. Қазір баланың жағдайы жақсы. Қазір жақсы. Дыханиясы Баланың 36, мен лично өзім көрдім. Сатурациясы Температурасы бар ма, 97, жоқ па? Температура 37,3, 37,4 из-за того, что ребенок плохо сосет, единственное, да. Қалғаны, сатурация 97, мне кажется, это уже нормально. Нашарлап кету мүмкіндігі бар ма, жоқ па қазір? Мен қазір сізге бірдеңе деп айта алмаймын. Өйткені Қай күні осы Өйткені ол 2 күннен кейін Қазір демаламайды, демаламайды. арғырта лечение. Әпке, сіз жаңа түсіріп алған ем-домдарыңыз анық па, анық емес па? Анық емес, анық түсіремін. Көрсетіңізші онда соны. Таныс болайық біз дәрігерлерге көрсетсек осындай болып жатыр деп. Ауызша сіз 1-2 дәрінің атын ғана атадыңыз. Кісілерге прокуратураға жазасыздар. Бұл кісілер бізге Жоқ, ондай бюрократия керек емес. Міне келіп тұр ғой өзі официально, қағаз ғана официально болып санала ма? өзі заң сондай. Заң сондай ма? Сіз қазір бас тартып тұрсыз ғой, сонда? Біз қазір сойға жібергіміз келеді мысалға. История. Таныс емес қой жағдаймен, иә? Мен дала жетсек болғам. Мен дала жетсек болғам. Бұл чек күмес республика бойынша көрінеді. Бәрі Бұл күмес көріп тұрмын. программа. Сіз енді қазір ғимараттың басшысыз ғой, иә? Неге Қиясовтың өтіп кеткен бұйрығы тұр, ана жерде камераға түсіруге болмайды деп? Бір ай бұрын алып тастаған жоқ па ол бұйрықты? Күшін жойып тұрсыз ба? Енді не қылып тұр? Ержан жоқ, Бірақ енді өстіп келіп түсіре бергенде дұрыс емес. Қалай осы күнде келіп өйстіп түсіріп жатыр ма? Не болмайды? Алып тастаңыздар заңсыз нәрсені. Не үшін тыйым салып жатсыздар адам құқығын шектеп? Сұрағандарыңызды бізге запрос тастайды, біз сол кезде официально сіздерге. Қазір енді бас тартып тұрсыз ғой сұрағанға, иә? Сіздерге қазір сұрағандарыңызды, ауызша сұрағандарыңызға ауызша айтып тұрмыз. Нақты дәрілердің басынан бастап айтып беріңізші. Қазір тізімін тыңдайықшы. Нақты дәрілердің аты цефтриаксон, дексаметазон, пульмикорд. Болды ма, сол үшеуі ма? Фенобарбитал, успокаивающий. Ал Неше күн салғандарыңыздар? Беспокойный кезде соламыз. неше түскеннен бастап алып отыр ғой? бірінші күн амбиция. Бірінші түскен күні жақсы тұғын бала. Ертеңінде ма, 2 күннен кейін ба бала демаламай қалды деп жылап бізге неге қойды, не қылды деді. Осы Реанимацияға ауыстырдық. ауыстырды деді. Сатурациясы 97 болып тұр деп тұрсыз, данный момент. Оның бәрін жаңа мен сыртта отырғанда Сатурация 95-тің үстінде тұр. Строго. Ол организмнің Сыватқан жоқ. оттегімен Обструкция болғанда болады насыщениесі. ондай. Ол Обструкция балада кезінде қалыпты. бала қазір жақсы да, қазір қараса ауырмаған бала Жақсы болған, жақсы тоқтасаңызшы, емес ол неге олай жақсы болып тұр? Ол өйткені бағана успокоительный берді, бала тынышталды кішкене. Укол салып, барып КТ-ға түсіріп келдік, одан бері қанша 2 сағат өтіп кетті. Енді бала қазір тынышталып тұр. Енді Жаңадан бері балада ондай 1 грамм мен ондай көрмедім. Жақсы. Баланың жақсылығын көрмедім. Енді шипа берсін, таңертеңге дейін көрейік қалай болатынын. Жағдай жақсарып кетсе, әрине жақсы. Ал ары қарай өздеріңіздің жеке бақылауларыңызда бола ма енді? Балдар бізде постоянно Қанша бала бар қазір? бізде Қазір қанша бала бар? Оны қадағалап қарап отырамыз. Білмейсіз ба, басшысы? 6 ғана ма? Жансақтау Пневмония. 6 бала. Аха. Балалар бөлімінде 72. Жұқпалы аурулар бөлімінде де бар балдар. Жақсы, қазір енді пікірлерін естіңіз ғой. Қазір енді байланысып жаңағы дәрілерін сұраймыз, сосын Егер прокурор 2-3 күнде бала ол осы қыңқылдағаннан қоймаса, маған бересіздер. 2 күннің ішінде пневмония жазылып кетеді деп ешкім Жазып айтпайды. кетеді. 5 күн, 7 күн өтеді ғой. Неше күн болды? Дұрыс. Шамамен орта есеппен қанша болып жатыр? Кішкентай балада пневмония кемінде 1 ай, 1,5 айға созылады. Есіңізде болсын. 1,5 айға шейін күтіп отырасыздар ма бала? Біз күтіп отырмаймыз. Біз тек қана первый 14 күн ғана емдейміз. Артта амбулаторный долечивание деген болады. Сіз дұрыс түсініңіз. Қадағалауларыңызда дұрыстап жақсы. 4 ішінде балаң Я, бері қарай, конечно, конечно. Бізге қазір бала жақсы болғаны керек. Біздің де баламыз ауырып жатыр ғой. Үйде бәрін алды келді салып жатқан жоқпыз ғой. Алды келді бүкіл анализін алып жатыр. Жалғыз сіздің балаңыз емес. Қазір бүкіл қалада, бүкіл область ажиотаж болып жатыр ғой. Балдарда Біліп тұрмын. Сізді ше. Енді соның ішінде ше, например ше,
әркім әртүрлі қылып түсінеді да, соны біз сізге бағанан бері түсіндіріп айттым, мен сізге бағанан бері ауызба-ауыз бәрін түсіндіріп тоқтаңыз, айттым. мен бір ауыз тыңдаңыз. Сіз айтып жатсыз, көріп тұрмын. Жаңа енді кешелі бері, әнеугінен бері анасы ол беріп жүреді, білесіз, жас. Сіздің елеріңіз солай сүтін ішкізіп, солай отырса, ана бала оншалықты қыңқылдамайды. Бала аш болғаннан кейін, ерні кезіп кеткен, ішкізейін десем, ішпейді, өзім қолында. Бір сағат қасында болды, мені кіргізді, бір ашыңыз қасында болды. 1 грамм баланың аузында тыным жоқ. Жөтеледі, мұрнынан да аузынан да шығып жатыр. Ол бала бір тынышталмайды. Сонда қорқатыныз сол ғой, кішкентай балдарда. Сонда солай Онда күнделікті келіп жағдайын біліп тұрайық, жалпы бірге болып, иә? Таңертең келем, таңертең нешеде келеді жаңағы невропатологыңыз? Ертең сағат 12-де біз ол кісіні попросить еттік. Негізі ол кісі бұраға несі жоқ, по-моему, консультант ол. Консультант, просто консультант. Маған қараңыз. Штатта невропатолог жоқ сіздерде? Бағана Барноға звондадым. Звондағанда маған айтты. Бізге өздері шақырту, бұлар вызов беру керек деді. Вызов беру керек деді. Невропатолог мен звондады. Түркістандікі ғой, түркістандікі келмейді бұяққа. Түркістандық болса енді Кентаудікі неге сіздерде? Поликлиникада жоқ емес невропатолог. Мен өзім Кентау бойынша невропатолог жоқ па бізде сонда? Кентауда жоқ болса Түркістан облысы келмеуге ақысы жоқ. Сіз бағана Сонымен невропатолог қайда бар? Невропатолог поликлиникада бар. Ертең сағат 12-де келеді невропатолог. Ол кісі қалада емес екен. Жалғыз невропатолог бар ма Кентауда? Детский поликлиникада. Жаңа Барно деген айтты да, ол Кентаудамын деп тұрмын. Кентаудамын. Болды әпке, жақсы түсіндікті. Вызов берсін деді. Бермей отыр облысқа вызовты өздері. Жақсы әпке, таңертең келетін боламыз бірге. Нан жұлып тастаңыздаршы көзімше. Нан көзімше жұлыңызшы дедім ғой, өтіп кеткем. Қай жақта бар тағы да? Бәрін жұлып тастаңыздар, жарай ма? Балама қарамай қояды деп қорқпа. Наоборот, өздеріне минус болады. Түсіндің ба? Ешкімге ештеңе де не қылма. Ана көкірегің жылы ғой. Неғып кеткен. Нан қазақша алаңыздар. Естіңіз ғой? Түсіндің ба? Қорқпа, маған сөйлейді екен. Кеткеннен кейін, нелер кеткеннен кейін біреу бірдеңе десе маған айт. Жақсы, байланыста боламыз. Енді сіз бұларға Мен нөмірін жазбасаңшы. Жаным, осылай. бізге берсінді түсінуге алып кесетейік. Жоқ, енді жақсы. Жоқ, қазірше жақсы. Нан бергеніңізде алып тастаңыздаршы қолдарыңызбен. Тез, бағана айтып едім ғой. Кезекшілер. Кім жабыстырды? Шақырыңыздар. Мен шақырамаймын, қазір демалыс бар. Кім жабыстырды? Сіз ананы оқыдыңыз ба? Заңды нәрсе ма? Инспекторсыз ба? Таныстырып өтіңізші. Жамбыл Шекербекұлы рахматулла, бейне және аудио жазылым жүруде. Софиев Ақтөре Әуелбекұлы 24 жылға дейін 06-038 нөмір. Мынау өтіп кеткен қаулыда осыны алып тастау керек. Негізсіз. Қарасай, проводить фото, видео. Мынау өтіп кеткен, бұл ковид кезінде болған. Бұны тағы да Қиясов емес, Тоқаев жазған еді. Нан алғызып тастаңызшы дәл қазір біздің көзімізше. Алаңыздаршы, сіз келсеңіздерші, қолдарыңыз ұят қалмайды одан. Келіп алып, ертең күні басқасында соңғы қауымды не алсаңыздар. 3 күннен кейін қайта келейік, рахматулла. Жақсы. Қайта келіп көрейік, баланың состояниесі 3 күнде бір өзгеріс болмаса. Жақсы, сейсенбі ма 3 күн? Бізге Астанаға, Нұрсатқа бермейді деген нәрсе айта алмайды. Жақсы. Пікірлеріңіз бар ма тағы айтатын? Келсіз қой 3 күннен кейін келеміз деп. 3 күннен кейін келем. Ертең азыр тағы келем, невропатолог келем. Аз толтырдың ба шағын? Қазір не келеді? Группа жедел. Болды, жақсы. Мына жақ қараңғы ма? Мен түсіндіріп өтейін не болып жатқанын. Қазір бір сәт мен жарықты қосып қойын. Түнгі қайырлы болсын, аса құрметті қазағым. Қазір Кентау қаласында балалар ауруханасындамыз. Мұнда бір кісілер өздерінің кішкентай шақалағын 2 айлық 5 күн бұрын осында түскен хабарлатты. Қазір кішкене ғана сырқаттап түскен, бірақ қазір жағдай қатты нашарлап ауырлап кетті дейді. Бейне жазбада бар екен, өздерінің түсіріп алған 3 адам ода үстіне шығып алып, бір трубка машыланып бірдеңен тыққыштап жатыр екен да, кішкентай
2 айлық балаға. Енді қазір бас дәрігерлермен сөйлестік, жағдайы қандай екенін сұрадық. Енді 3 күннен кейін келіп тағы да толыққанды тексеріс көріп, жағдайын біліп кетуге келеміз. Қазір енді мен жаңа бейнем басында патруль шақырған болатынмын. Жедел тергеу тобын. Қазір әкесі, кішкентай нәрестенің 2 әжесі, үлкен әпкесі дәрігерлерге шағымын айтуда. Дәрігерлердің үстінен енді ол тіркеледі. Сосын мына жақта прокуратураның қызметкері тұр. Бәрі қарастырады. Заңды түрде жаңа бізге айтпай тұр ғой, қандай шара қолданғандарын, қандай ем-дом қабылдағанын. Енді соны заңды түрде алғызатын боламыз. Жаңағыдай тыйым салынып тұрған қаулыларға мән бермеңіздер, өйткені ол қаулылардың заңды күші жоқ. Олар өз күшін жойған 1-2 ай бұрын осыдан. Оны Қиясов емес, Тоқаев қаулы берген болатын былтыр наурыз айында. Оның күші жоқ. Сондықтан қазір толыққанды түсіре алсаңыздар болады. Өз құқықтарыңызды шектетпеңіздер, құқықтарыңызды біліңіздер. Бәрі заң аясында болсын. Байланыста боламыз. Жанбол Шекербекұлы, рахматулла.